Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді бауырсақтар мен сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Міндетті түрде қыздар мен рецептімен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Және де мен каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін де басып кетуді ұмытпаймыз. Бізге қамырды илеу үшін ең алдымен жылы су қажет болады. Майонез, тұз, құмшекер, дрож және ұн қажет болады. Суымызға тұзымызды, қантымызды, майонезімізді, дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз, қыздар. Суымыз кішкене ыстықтау болған жақсы, өйткені майонезді қосқан кезде суларын салқындап кетуі әбден мүмкін. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қыздар, қамырымыз қолға жабысқақ, жұмсақ болып келеді. Осындай қамырдан сіздерде өте жұмсақ бауырсақтар мен сосиска в тестелер шығады. Мінекей біздің қамырымыз ашыды. Қыздар, қамырды міндетті түрде микроволновкаға ашытып болғаннан кейін микроволновкаға салып қойсаңыздар, жылдам ашитын болады. Мінекей мен қамырымнан 3 зуала шықты. 2 зуаласын мен бауырсаққа деп алдым, ал 3-ші зуаланы осындай бөлшектерге бөліп алдым. Менде 12 штук шықты. Бәрін бірдей көлемде етіп, осылай дөңгелетіп дайындап аламыз. Енді бауырсағымызды жайып дайындап қоямыз, қыздар. Бәрін алдын ала дайындап, кейіннен майды қыздырамыз. Сол кезде бізде бауырсақтарымыз тағы да көтеріліп тұрады, майымыз қызығанға дейін. Енді бауырсақтарды пішінін сіздерге ұнаған пішінде кессеңіздер, майдалау, үлкендеу, болмаса дөңгелетіп істесеңіздер де, ол енді өз еріктеріңізде. Мінекей мен сосискаларымды осылай екіге бөліп алдым. Дайындап алған шариктерімді асты үстін міндетті түрде ұнға аунатып, қолымызбен жайып, осындай сосиска в тестеларымызды дайындайтын боламыз. Ешқандай оқтаудың қажет жоқ, өйткені қамырымыздың жұмсақ, қолмен ақ осылай жая берсеңіздер өте жеңіл. Барлық сосиска в тестеларымызды қыздар дайындап алатын боламыз. Өйткені біз бұларды майға пісіретін кезде қазір 4 жағында пісіретін боламыз. Сол кезде толықтай пісетін болады. Мінекей барлық сосиска в тестеларымыз дайын. Енді қызған майымызға бауырсақтарымызды салып пісіретін боламыз. Екі бетін жақсылап қызартып пісіреміз. Бауырсақтарымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде қыздар осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецептпен бір жасағаннан кейін әрдайым осы рецептпен жасағыларыңыз келеді де тұрады. Енді піскен бауырсақтарымызды сүзіп алатын боламыз. Осындай астына қағаз төсегендеріңіз жақсы. Сол кезде артық майлардың бәрін қағазымыз сорып алатын болады. Енді сосиска в тестеларымызды осылай бір жағын пісіреміз, кейіннен екінші жағын пісіреміз. Содан соң жанын пісіреміз. Осылай 4 жағын қыздар міндетті түрде пісіріңіздер. Сол кезде өте дәмді, толықтай пісетін болады. Мінекей бізде бауырсақ пен сосиска в тестеларымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Самал. Келесі кездескенше сау болыңыздар.